Жасаған булочкаларыңыз дұрыс көтерілмей жүрген болса, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз, құрғақ дрожж және де тұз салып жақсылап бір араластырамыз. Одан кейін ерітілген сары май, бір жұмыртқа, қант салып, тағы да біркелкі маса етіп араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қолданыңыздар. Ұнның үстіне қамыр қопсытқыш салып жақсылап, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз әдемі болып көтеріледі. Кішкентай бөліктерге бөлеміз. Мен әр бөлігін 60 граммнан өлшеп алдым. Одан кейін дәл осы видеодағыдай булочкалардың формасын шығарамыз. Қалаған формаңызда жасасаңыздар болады. Мен 2 тәсілмен жасайтын боламын. Қазір екінші тәсілін видео барысында сіздерге көрсететін боламын. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Екіншісі дәл осылай қамырды созып алып, осылай орап формасын шығарамыз. Бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Бетіне қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Әрине тәтті булочкиді мен отбасыма чемпион кене шаймен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояу жоқ, 100% таза және де өте дәмді шай. Көріп тұрғандарыңыздай булочкаларымыз өте жұмсақ болып шықты. Ас болсын.